Kobayбай Бекзатов, Дегенов. Булат кетті. Спорт клубы. Дайын болыңыздар, бәрі шығамыз. Бәрі қазақ күресінен, көкешесінен асыл салмағында. Gün halamın şoğlasının şarabın Battalamın nayzabı kızın getirme Спорт жанашырлары. Адамның денсаулығы, қоғам байлығы, әрбір адам өз денсаулығына мықты болу жолдарын қарастыру. Мемлекет үшін аянбай, алаңдамай еңбек етеді. Сол үшін біз ұрпағымызды салауатты турнир ұйымдастырылып отыр. Ендеше бүгінгі турнирдің ашылу салтанатына қош келіпсіздер. Мемлекет тарапынан қолдауға ие болып отырған дене тәрбиесі мен спорт сияқты салаларды дамытуға қолда бар жағдайдың бәрі жасалып жатқанын атап өтпесе болмайды. Сіздерді қазақтың дәнәуи абызы Төле би бабамыздың құрметіне арналған 3-ші республикалық турнирге қош келдіңіздер, қадірлі қонақтар, спорт сүйер қауым және еліміздің көк байрағын желбіретіп жүрген спортшылар. Бүгіннің өзінде Төле би ауданында спортпен тұрақты шұғылданушылардың саны 35.500 адамға жетіп, яғни жалпы халықтың 30%-ін құрайды. Аудан тұрғындарының спортпен тұрақты шұғылдауына ықпал жасау және ұлтаралық қатынастарды нығайту сөздерінде сіздерге сәттілік тілей отырып, баршаңыздың дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, бақ береке тілеймін. Рахмет. Құрметті шәкірттер, бүгін мынау біздің Төле би ауданына келулеріңменен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті шәкірттер, ұстаздар, біздің негізгі мақсатымыз осы өзімізден кейінгі жас ұрпақтың денсаулығын нығайту, жақсы тәрбие беру, жат қылықтардан сендерді аулақ ұстау. Жат қылық деп нені айтамыз? Шылым, арақ, нашақорлық. Осы қазір кең етек жайып бара жатқан жағдай. Осыдан сендерді аулақ ұстау, жақсы тәрбие беру, елін, жерін, тілін, дінін, салт-дәстүрін сақтай білетін текті асыл азаматтарды тәрбиелеп өсіру. Біздің қазақ халқының жері кең, халқы аз. Осындай біздің кең байтақ жерімізге көз тігіп отырған көрші мемлекеттер өте көп. Біз жерімізді сақтау үшін бізге текті, мінезді мекен, қайтпас ұлдарды тәрбиелеуіміз керекпіз. Соларды жерді қорғайтын, санымызды көбейтетін кім? Ол сендер. Республикалық федерацияның атынан осы дүбірлі доданы ұйымдастыруға ұйытқы болып отқан аудан әкімдігіне, Алмас Қылыш спорт клубының басшылығына шынайы алғысымызды білдіреміз. Федерация тарапынан алдағы уақыттарда республикалық турниріміз халықаралық турнирге жететініне дейін жұмыс жасалатынын сендіргіміз келеді. Барша қатысушыларға сәттілік тілейміз. Ең мықтылар жеңіс тұғырынан көтеріле берсін. Рахмет. Республикалық ашылуменен шын жүректен барлықтарыңызды құттықтаймын. Және де осы бүгінгі жарысымыздың бағдарламасымен таныс болдыңыздар. Бүгін жарысымыз
барлық салмақтағы балуандарымыз белдесе қанағаттанарлық және ақтық белдесулер. Қазір ашылу салтанатынан кейін үзіліссіз жарысымызды ары қарай жалғастырамыз. Аты жөнім Бағдәулет Маратұлы Сәбитов, Қазақстан Республикасы Қазақ күрес федерациясының бас хатшысымын. Бұл жарыс біздің республикалық календарда бар. Биылғы мен 3-ші мәрте өткізіліп отыр. Бұл жарыстың жеңімпаз жүлдегерлері Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне үміткер атағына ие болады. Әрбір қатысқан бірінші, екінші орын алғандар. Бұл жарыстың негізгі мақсаты төл өнерімізді дәріптеу және де төле бабамыздың атынан құрметіне жарыс өткізу, сол кісінің атын ұлықтау болып табылады. Енді жаңағыда ашылу салтанатында айтып кеттім, келесі жылдарда мүмкін бұдан да ауқымдық өткізетін жоспарларымыз бар. Халықаралық деңгейге жеткізсек деген ойларымыз жеткілікті. Сол салада жұмыс істейтін боламыз. Бұл жарысқа енді 6-7 команда қатысып жатыр. Ол мектептерден, клубтардан, аудандан, облыстардан қосқан кезде. Жалпы жарыс қалай өтіп отыр? Жарыс ұйымдастырылуы бар әдемі өтіп жатыр. Жаңа залда өтіп жатқанда өте көңілді қуантатын жағдай. Бұл залда енді тек қана бұл жарыс емес, бұдан да үлкен ересектер арасында жарыстар өткізсек деген жоспарларымыз да бар. Осы белдесудегі дайындалу үшін Мынау Төле бабамыздың атындағы республикалық турнирді өткізудегі бірінші мақсатымыз осы бабаларымыздың кейінгі ұрпаққа аттарын жеткізу, ұмыттырмау, ұлықтау. Осындай батыр бабаларымыздың біз мысалға осы Төле бабаныкін 3-ші жыл өткізіп жатырмыз. Келешек әлемдік деңгейге дейін жеткізу. Екінші мақсатымыз мынау қазақтың ұлттық күресін дамыту. Одан кейін мынау жас өспірімдердің денсаулығын нығайту, олардың басын қосу. Осындай мақсат. Одан кейін оларды жатқылықтардан аулақ ұстау, мынау арақ, шылым, нашақорлық, осылардан жат ұстау жас өспірімдерді. Сосын елін, жерін, тілін, дінін, салт-дәстүрін сақтай білетін текті азаматтарды тәрбиелеп өсіру. Мынау жеріміз кең, халқымыздың аты өте халқымыз аз. Сондықтан осы жерімізді қорғайтын, елімізді, байлығымызды қорғайтын, тілімізді, дінімізді қорғайтын текті азаматтарды тәрбиелеп өсіру мақсатымыз. Мына бабаларымыздың атын ұлықтау, ұрпақтан ұрпаққа атын өшірмей қалдыру. Біз тағы да бұл қазақ күресінен тыс белдесу деген қазақтың ұлттық күресін қазір дамытып жатырмыз. Одан да қазақ барыстары өтіп жатыр. Соларға жету, соларға жаңағы мына ізбасарларды дайындап жеткізу, онда әлемдік аренаға жеткізу. Одан кейін жаңағы мынау дзюдо күресінен
Қапал Батырдың 20 жыл халықаралық жарысын өткізгенбіз. Ол да осындай мақсатта өткізілді. Мына негізгі мақсатымыз қазақ халқының салт дәстүрін жеткізу, дамыту, ұрпақтардың бойына сіңіру. Ұрпақтардың жағы ең негізгі мақсат жағы денсаулығын нығайту. Ұтып ба? Ұтып ба? Aman geldi, Dastan, Devger, Agabek, Ablay, Tölebi, Agabek, Ablay, Tölebi. Aman geldi, Dastan, Devger, Agabek, Ablay, Tölebi. Bas tömen. Bastırsa tömen. Bas. O aldın. Жүргіз. Şido. Şido. Сегізге Мұратбек Даниял Тілербек Мерақбай Бабыжан Шалғынбай Нұрал Манасбек Даниял Көре Сағалар Насырмен жеңіске Жақшылыбеш Амангелді Дастан Дегер Бали Ағабек Аблай Төлеби Дайда болсын Алысқа Ақсық жолдама Жарам Ағадыл Қалайын